Бүгін біз қызылшадан және фетта ірімшігінен өте дәмді пайдалы салат дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бір қызылшамызды пісіріп аламыз. Духовкада пісіріп алсаңыздар болады, болмаса суда пісіріп алсаңыздар болады. Пісіріп, аршып, осылай 4-5 қылып турап аламыз. Осындай кеңірек ыдысымызға салып қоямыз. Ендігі кезекте бір қызанағымызды жуып, осылай 4-5 қылып турап аламыз. Сыр фетамызды бөліп, ұсақ 4-5 қылып турап аламыз. Осындай фетакс ірімшігін пайдаландым. Ендігі кезекте заправкамызды жасаймыз. Заправканың құрамын описанияға астына қалдырып кетемін. 2 бөлікке құйып аламыз. Яғни зелендарымызға және қызылшамызға екеуіне де жақсылап араластырамыз. Сонда дәмі өте әдемі болып шығады. Қандай көкшөп пайдаланғанымды астына описанияға қалдырып кететін боламын. Енді тарелкамызға бірінші қызылшамызды саламыз әдемілеп. Осылай біркелкі қылып жайғастырамыз. Үстінен осы араластырылған көкшөптерімізді саламыз. Үстінен туралған помидорымызды саламыз. Және сыр фетамызды қойып шығамыз. Осындай бальзамический соус пайдалансаңыздар болады. Кисло-сладкий өте әдемі дәм береді. Үстінен миндальный хлопья сеуіп шықтым. Сіздер кедровый орешек немесе грек жаңғағын пайдалансаңыздар болады. Өте әдемі, өте дәмді салат. Дайындап көруге кеңес берем. Менің арнамда басқа да қызылшадан әдемі дәмді салаттардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Рецептерді жоғалтып алмас үшін тіркеліп, алда шығатын жақсы рецептерді жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.